Қайырлы күн қыздар. Бүгін біздер мынадай өте әдемі салат дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Бұл салатты слой-слой етіп дайындаймыз. Ең алғашқы слойымыз ол тауық еті. Мен тауықтың бір аяғын алдым. Оны пісіріп, сыртындағы терісін алып, сүйегінен тазалап, етін ағытып тураймыз. Бірінші слойға осы тауық етін саламыз. Және әр слойдың ортасына майонез жағып ұмытпаймыз. Тауық етіне мен тұз салған жоқпын, өйткені пісіріп отырғанда тұз салдым. Соның өзі жеткілікті. Екінші слой ол тұқым. Екі тұқымымызды жаңағыдай төпіштік болып қақтап тураймыз. Тауықтың үстіне саламыз. Келесісіне тауыққа жабылған маринадын қияр. Бір штугын алып, бір штулап, үшінші слойға алып саламыз. Енді қызанағымызды да тазалап, төртбұрышты етіп, келесі слой етіп саламыз. Үстіне майонез жағып, соңғы слойға сырды күштеп құямыз. Ірімшігімізді молырақ қылып салғанымыз жөн. Өте дәмді болады. Майонез салып, оны әдемілеп қасықпенен жағып, үстіне әдемілеуге кірісеміз. Ол үшін бір киви мен жарты гранат алсақ жарайды. Кивиімізді жартылай қылып кесіп, үстіңгі слойға саламыз. Әдемілейміз, оның астына гранат себеміз. Салатымыз сондай әдемі, ал дәмі ерекше тіл үйреді. Дастарханыңыздың сәнін келтіреді. Сіз де осы рецептпен дайындап көріңіз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, видеомды соңына дейін қараңыздар. Рахмет. Астарың дәмді болсын.